Барлығыңызға сәлем достар, сіздермен Аружан. Бүгін сіздерге ауызда еритін меренговый рулеттің рецептімен бөлісемін. Құрамын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын бір-бірінен ажыратып аламыз. Ақ уызды салатын ыдысымыз құрғақ болуы қажет. Енді шым-шым тұз және кішкене лимонная кислота қосып, шамамен 3 минуттай миксермен араластырамыз. Кейін аз-аздан қантты қосып отырып, миксермен көпіргенше араластырамыз. Біздің ақ уызымыз формасын жақсы ұстап, ыдысты төңкерген кезде ағып кетпейтіндей болуы қажет. Меренгамыз тура осы видеода көрсетілгендей болуы қажет. Сол кезде араластыруды тоқтатасыздар. Одан кейін крахмалды қосып 1 минуттай тағы да кішкене араластырасыздар, көп араластырып қажет емес. Ал енді пергамент қағазының үстіне дайын меренгамызды жақсылап жайып шығатын боламыз. Пешті 150 градуста қыздырып, 30 минуттай пісіріп аламыз. Ал енді крем дайындау үшін бізге салқын сливки қажет. Міндетті түрде 35 болмаса 33% болуы керек. Салқын сливкиді миксердің жай жылдамдығынан бастап осылай миксерлейміз. Қоюлана бастаған кезде қант ұнтағын саламыз. Менің сливкиім 33% болғандықтан мен қоюлану үшін загуститель қосамын. Ал енді пісіп шыққан меренганың үстіне пергамент қағазын жайып, видеода көрсетілгендей аударып аламыз. Кейін пергаментті алып тастап, меренгамызды 5 минуттай суытып аламыз. 5 минуттан кейін кремді меренгамыздың үстіне біркелкі қылдырып жағып шығамыз. Мен рулетіміз дәмді болуы үшін малина қостым. Бұл міндетті емес, ештеңе қоспасаңыздар да болады. Ал енді рулетті орап бастаймыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасасаңыздар болады. Рулетті басқа ыдыстың үстіне қойып, қалауыңызша әсемдесеңіз болады. Мен қалған кремді осылай жағып, ал арасына малинаны қойып шығамын. Біздің меренговый рулетіміз дайын. Салқын жерге қойып қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.